Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып пісетін вафлидің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаны саламын. Жұмыртқаның үстіне ванильді қант, кәдімгі қанттан саламын. Және разрыхитель салдым. Мұнда менде 2 қасық қаймақ. Араластырғанға ыңғайлы болсын деп блендерді қолдандым. Сол үшін блендердің үстіне бірден салып, сіздерге көрсетіп жатырмын. Ірімшікті салдым, 2 қасық ұн саламын. Енді блендермен барлығын жақсылап араластырамын. Егер де сіз менің каналыма жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыз. Жаңадан видео рецепт шыққан кезде сіздерге хабарлама келетін болады. Міне дайын болды. Бізде масаусына қою тәріздес болып шығады. Енді алдын ала вафли пісіргішті қыздырып аламын да үстіне бір рет қана майлап шығамын. 2 қасықтан салып пісіріп аламыз. YouTube каналымда басқа да тәсілдермен жасалынған вафлидің рецепті бар. Сол жерден қарап өздеріңізге қай рецепт ұнады, соны жасап көрсеңіздер болады. Бетін жабамын, 2 минут күтеміз. 2 минуттан кейін пісіп шығады. Әр қайсысын осылайша пісіріп шығамыз. Міне осылайша бізде ірімшік қосылған вафли дайын болды. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен пайдаланып жасап көрсеңіздер болады. Егер жасап көрген болсаңыздар, міндетті түрде комментарийға өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Гүлназ, келесі видеода кездескенше.